Сәлеметсіздер ма, YouTube арнасының көрермендері? Мен бүгін Мұрая гүлі жайлы видео түсірмекшімін. Видеом ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай керемет Мұрая гүлі жайлы айтып берейін қысқаша. Мұрая гүлі осындай аппақ болып гүлдейді. Бұл гүлдеген кезде иісі бөлмені алып тұрады. Бір бөлме, екі бөлме болсын, бір гүлінің өзі иісі керемет болып шығып тұрады. Жасмин сияқты, жасмин мадагаскарский, әлде жасмин самбак сияқты қатты иісі шығып адамды қуантырады. Және де бұл гүлдемес бұрын гүлдердің алдында мынандай екінші ыдысымдағыдай осындай болып бутондар береді. Осылай болып түйеді. Құмча дей ма? Осылай болып түйіп, кейіннен осылай гүл ашады. Гүл ашқандан кейін мынандай болып, кішкентай болып түйнектер түйеді. Кейіннен мынандай болып жеміс береді, қып-қызыл. Бұл жемісі дайын, піскен жеміс. Және де қан қысымы жоғары кісілер осы Мұрая гүлінің жемісін жесеңіздер, қан қысымын қалпына келтіріп отырады. Екінші ыдысымдағы енді гүлдеп жатыр. Гүлдеп болған дары да бар, мінекей түйе береді. Мынандай болып. Түйіп жатыр. Мына жаққа гүлдейін деп жатыр. Гүлдейді, түйеді, гүлдейді, жеміс береді. Несін үзбейді. Керемет гүл. Жемісінен шыққан ішінде долана сияқты сүйегі болады. Екеу. Соны екеуін ажыратып бір-бір стақанға салып қоясыз. Осылай кішкентай болып Мұрая гүлі шығады. Және де басқа да гүлдерді түсіріп тұрамын. Каналыма жазыла кетіңіздер. Басқа да гүлдер бар. Сол гүлдер жайлы сіздерге айтып отыратын боламын.